Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін королевский баклава дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ауызда еритін болып шығады. Бізге осылай ұнымыз қажет. Және ерітілген сары май. Жақсылап араластырып аламыз. Осындай ұнтақ болып шығу қажет. Енді шым тұз, бір қасық қопсытқыш, және 9%-тік бір шай қасық уксус қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Bir жұмыртқа, 150-200 грамдай су қосып, қамырлейміз. Балконға жатсын бір. Осылай қамырды жақсылап үйлеп аламыз. Енді салфанға салып, 1 сағат морозникке тастаймыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды жаямыз. Өте жұмсақ болып шығады. Енді кішкене жайып, бүктейміз. Тағы да жаямыз. Тағы да осылай қайтарымыз. Енді 4 бөлікке бөлеміз. Енді үшеуін салфанға салып қоямыз. Тағы да жұқалап жаямыз. Енді осылай жинаймыз. Тағы да жаямыз, жұқа қылып. Барлығын осылай орап қоямыз. Салфанға салып, 5-10 минутқа қалдырамыз. Мен де 15 минут қойып алдым. Енді жаятын боламыз. Міндетті түрде крахмал себеміз. Кукурузный крахмал жақсы болады. Сонда жұмсақ, қытырлақ, ауызда еритін болып шығады. Болмаса ұн сепсе де болады. Бірақ ұннан ондай күшті болып шықпайды. Ал крахмалмен өте дәмді болып шығады. Енді барлығын кесіп шығамыз көз мөлшерінде. Осылай ұзынша улау қылып аласыздар. Енді арасын осылай кесіп шығамыз.
Екі шетіне тек су жағамыз. Қамырымыз құрап кеткен үшін жабыспай қалуы мүмкін. Кішкене созып арасынан өткіземіз. Және екі шетіне де күттай су жағып, бір-біріне жабыстырамыз. Міне осымен дайын, оп-оңай. Және әдемі болып шығады, тығыз болып. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Майымыз қатты қызбау қажет. Болмаса күйіңкіріп или шек болып қалуы мүмкін. Орташа отта пісіреміз. Енді сироп дайындайтын боламыз. Қантымызға суымызды құйып, және лимоны салдым, ұнтақ түрін. Сонда дәмі ерекше болып шығады лимонның. Енді суын қайнатамыз. Осылай қою болу қажет тамызған кезде. Үстіне мед қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыдан бір салып аламыз. Міне дайын болды. Үстіне мак, күнжіт түзеуге болады. Дастарханда өте әдемі көрінеді. Видео ұнаса, мен каналыма тіркеле кетіңіз.